Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі информатика сабағымыздың өтетін тақырыбымыз Қазақстанда цифрландыру процесінің ағымдағы үрдістері, электрондық үкімет порталы. Компьютерлік сауаттылықтан ақпараттық мәдениетке. Цифрландыру жаңа заман талабы. Видеоны көріп тамашалаңыздар. Ссылканы басқан кезде YouTube каналына шығады. Елімізде қарқынды түрде жүргізіліп жатқан цифрландыру жұмыстары жайында Ақпарат және коммуникациялар министрлігі цифрландыру департаментінің директоры Назгүл Салматова цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында қазіргі кезде экономика саласының барлық халыққа керекті салаларды қамтиды. Бір жылдың ішінде көптеген нәтижелер бар. Ең бастысы ол халыққа мемлекеттік қызметтерді көрсету саласын айтып кететін болсақ, бізде жаңа мемлекеттік қызметтер енгізілді. Ол мысалы пәтерге тіркелу, сонымен қатар медицина саласында психонаркодиспансер анықтамалары, сонымен қатар жеке куәлікті алу, тағы басқа электрондық мемлекеттік қызметтер іске асырылды. Және де статистикаға сүйенсек, тек 2018 жылы 13 миллионға жуық анықтамалар халықпен алынды. Сонымен қатар бізде ақылды қалалар концепциясы негізінде бізде тек қана Астана қаласында, мысалға айта кетсек, сергек камерасын орнату нәтижесінде бізде көлік апаты 16%-ға төмендетілді. Және де айтып кеткендей, осы 18 жылы бізде халықаралық IT технопарк ашылды. Және де қазіргі кезде цифрландыру бұл әлемдік тренд болып табылады. Және цифрландыру цифрлық Қазақстан бағдарламасы бұл алғашқы мақсаты ол Қазақстанды жаңа траекторияға шығару болып табылады. Халықаралық сарапшылардың бағалауынша 2025 жылға қарай цифрландыру нәтижесінде әлемдік ішкі жалпы өнім 19%-дан 34%-ға дейін ұлғаяды. Алдыңғы қатарлы мемлекеттер цифрлық экономиканы дамытуға мейлінше басымдық беруде. Ал біздің елімізде бұл саланы дамыту қалай жүріп жатыр? Жаңа айтып кеткендей, осы цифрлы Қазақстан 5 бағытты қамтиды, және осы бағыттар осы 2022 жылға дейін қарқынды дамиды. Біз алғашқы приоритетіне дейді ғой, біз халықтың жағдайын жақсарту мақсатында осы ең бастысы халыққа тиетін қызметтерді оңтайландырамыз. Ол мысалға, егер біз электрондық паспорттарды, мысалы электрондық паспорттар бізде 2018 жылы 13 миллионға жуық адам электрондық паспортты ауыстырылды. Және осы жұмыс арғарай жалғасатын болады. Және қағаз ретінде берілетін еңбек кітапшалар электрондық түрге ауысады. Шалғай орналасқан елді мекендерде бізде интернет қосылады. Және осы жұмыс арғарай жалғасатын болады. Алматыда өтіп жатқан ауқымды шарадан біз қандай нәтиже күтеміз?
Ал осы нәтижесінде бізде бүгін интеграциялық технопарктардың интеграциясы болады. Бұл дегеніміз Еуразиялық одақтағы мүшелер IT технопарктың арасында қарым-қатынасты нығайту үшін осы бүгін меморандумға қол қойылатын болады. Тамашалағандарыңызға рахмет. Келесі біздің сабақ мақсаттарына өтеміз. Қазақстанда цифрландыру процесінің ағымдағы үрдістері мен электрондық үкімет порталының функциялары туралы білу түсіну. Қазақстанда цифрландыру процесінің ағымдағы үрдістерін талдау. Электрондық үкімет порталының функцияларын өмірде қолдану. Бағалау критерийлері. Қазақстанда цифрландыру процесінің ағымдағы үрдістері мен электрондық үкімет порталының функциялары туралы түсінік алады. Қазақстанда цифрландыру процесінің ағымдағы үрдістерін талдайды. Электрондық үкімет порталының функцияларын өмірде қолданады. Тақырыпқа байланысты қатты терминология кесте ретінде берілген. Бірінші бағанда қазақша сөздер жазылған, екінші бағанда орысша, үшінші баған ағылшынша сөздері берілген. Технология, қазақша, орысша технология, ағылшынша технология. Ассоциация құру әдісі. Бірінші, сіздер видео көрсетілімді тамашалайсыздар. Қазақстандағы цифрландыру. You ready? Let's go. Цифрлық технология деген не? Бүкіл әлемді цифрлау мүмкін бе? Бетбұрысты сәт. Интернеттің цифрлық желісіне адамдардың 80%-ның қатысуы. 2025 жылға қарай сауалнамаға жауап берушілердің 84%-ы осы бетбұрысты сәттің нәтижесіне үміт артады. Цифрлық әлемге өту соңғы 2 жылдықтан аса уақытта қарқынды дамып келеді. Бар жоғы 10 жыл бұрын бұл ұялы телефон нөміріне, электронды пошта мекенжайына, бәлкім дербес веб-сайтқа, немесе MySpace желісіндегі парақшаға қол жеткізу дегенді ғана білдіретін. Бүгінде адамдардың цифрлық технологияға өтуі, олардың цифрлық технологиялармен өзара қатынасы дегенді білдіреді. Ол көптеген платформалар мен тасымалдағыштар арқылы қадағаланады. Әдетте, көпшілігіміздің цифрлық технологияға қатысымыз бір ғана технологиядан аспайды. Мысалы, Facebook'тағы парақша, Twitter'дегі есеп жазбасы, LinkedIn'дегі профиль, Tumblr'дегі блог, Instagram'дағы есеп жазбасы, тағы басқалар. Байланыс құралдарының саны қарқынды түрде артып келе жатқан біздің әлемде цифрлық өмір адамның физикалық өмірімен тығыз байланысты болып отыр. Болашақта цифрлық қатынасты құру және оларды басқару адамдардың күнделікті тірлігіндегі сәннің, сөздің және іс-әрекеттердің көмегімен айналасына өзін көрсеткісі келгеніндей қарапайым әрекетке айналады. Осындай коммуникативтік әлемде өзінің цифрлық технологияға өтуінің арқасында адамдар ақпараттарды іздеуге және бөлісуге, ойларын еркін білдіріп, іздегенін тауып алуға және оңай табылуға, әлемнің қай жерінде жүрсе де өзара қатынасты дамытуға және қолдауға шамалары жететін болады. Цифрлық технологиялардың оң ықпалы, жариялылық деңгейінің көтерілуі.
жекелеген тұлғалар мен адамдар тобы арасындағы қатынастың айтарлықтай жылдам орнығуының одан әрі кеңейе түсуі, сөз бостандығының ауқымдылығы, ақпарат жеке адам туралы деректерді ұрлау әрекеттерінің көбеюі, қоқан-лоққы жасау, онлайн режимде бопсалау, мүдделес топтар деңгейінде ұжымдық ойлау және пікірлер қарама-қайшылығының артуы, жалған ақпаратты тарату, беделді сақтау қажеттілігі, камералар, ашықтықтың, сыпайылықтың болмауы салдарынан жеке тұлғалардың ақпарат алу мүмкіндігінен шеттетілуі. Цифрлық технологиялардың беймәлім немесе әрі оң, әрі теріс ықпалдары. Бұрынғы нұсқалар цифрлық жүйелердің іздері, мақсаты айқынырақ жарнама, мақсаты айқынырақ ақпараттар мен жаңалықтар, жеке адамның бейнесі жайындағы ақпарат, тұлғаны айқындап отыру, белгісіздіктің болмауы, онлайн аясында әлеуметтік қозғалысты құру мен дамытудың қолайлы болуы. Саяси топтар, мүдделі топтар, әуестік, лаңкестік топтар. Іс-әрекеттегі түбегейлі өзгерістер. Елдер ең танымал деген 3 әлеуметтік желіні толық иеленсе, олар Қытай халқына қарағанда 1 миллиард адамға көп болып саналар еді. Үндістан мемлекеті. Үндістан елінің халық саны 1 миллиард 240 миллионнан астам. Ал әлеуметтік желі саяси мәлімдемелерді жариялаудан алдына жан салмайтын Twitter желісі 646 миллион адамды өз платформасында ұстап отыр. Өз кезінде Twitter әлеуметтік желісі шыққан Америка құрама штаттарының халық саны небәрі 400 миллионға да жетпейді. Индонезия мемлекетінің халқы өз кезегінде 247 миллион болса, Бразилия халқының саны 202 миллион, Пәкістанның халық саны 186 миллион, Нигерияның халқы 173 миллион, ал Инстаграм әлеуметтік желісінің халық саны бүгінде 500 миллионнан асып кеткені баршаға аян. Бұл деген сөз, қандай да бір сайттар, қандай да бір платформалардың қолданушылары тұтас бір алып державалы мемлекеттерден асып жығылады. Мәселен, Facebook әлеуметтік желісінің қолданушылар санының жоғарыда 1 миллиард 400 миллионнан асып жығылатынын айтып кеттік. Демек, 1 миллиард 400 миллион халықтың барлық жайылып жатыр. Яғни күннен күнге онлайн әлемнің ықпалы артып келеді. Онлайн әлем, әлеуметтік желілер, веб-сайттар, онлайн коммерция, осының барлығы да 21 ғасырдың нағыз керемет әрі өте үлкен жаңалықтары. Цифрлық технологияларды дұрыс жағынан пайдалансақ, біздер үшін бұл өте үлкен көмек болады. Ал егер оны зиянды жағынан пайдалансақ, онда халық үшін бұл өте үлкен мәселеге айналады. Осы видео көрсетілім бойынша сызбаны толық. Бірінші тапсырманы видеоны көріп болған соң, өз беттерінен сызбаны толтырасыздар. Вен диаграмма әдісі. Екінші тапсырма. Қазіргі және бұрынғы замандағы цифрлық технологиялар ұқсастығы мен айырмашылығын жазып шығасыздар. Электрондық үкімет порталындағы нұсқаулықпен танысасыздар. Осы ссылка бойынша. Келесі біздің орындайтын тәжірибелік жұмыс. Үшінші тапсырма. Электронды үкімет порталына егу кезек тіркелу. Ол үшін не қажет бізге? Компьютерде Java Multilayer түпкі сертификатын орнатыңыз. Java бағдарлама қамтамасыздандыру
Java.com resmi saytынан көшіріп алуға болады. MCLayer resmi saytынан көшіріліп алады. Бірінші қадам электрондық цифрлық қолтаңба порталына кіру. Екінші қадам сертификатты таңдап жүйеге кіру. Үшінші қадам парольді өзгерту. Орындалу реттілігі. Электрондық цифрлық қолтаңба арқылы өзгерту. Emailға жіберу. Жеке тұлға таңдау. GSM-ді теру. Құжаттың номерін жазу. Берілген күнін жазу. Төртінші қадам электронды поштаға хат келеді. Сол ссылка арқылы порталға кіру. Орындалу реттілігі 8 символдан тұратын жаңа парольді енгізіп, өзгерту пернесін басу. Орындалу реттілігі растауды басу. Қорыта келе, eGov электрондық үкімет сайтын қолдана білсеңіздер, үйден шықпай-ақ оңай, жылдам, сапалы қызмет ала аласыздар. Сабағымызды қорытындылай келгенде, 2 жұлдыз бір ұсыныспен аяқтайық. 2 жұлдыз сабақтың екі ұнаған жерін айтасыздар. 1 ұсыныс келесі сабаққа ұсыныс жасайсыздар. Үйге берілетін тапсырма. Жұмыс дәптеріндегі тапсырмаларды орындау. Ол жерде 4 тапсырма берілген. Әр тапсырмаға дескрипторлар берілген. Мұқият қарап орындаңыздар. Екінші, сабақтың басында берілген сөздікті терминдермен толықтырасыздар. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.